Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және де кішкентай бүлдіршіндер. Бүгін біз 2-ші сыныптың ана тілі пәні бойынша қай сұрақтарына жауап беретін сөздер туралы көретін боламыз. Көгілдір экранға жақын отырып, кішкентай бүлдіршіндер сабаққа назар аударамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныстыра кетсем, қай деген сұрақтарына жауап беру және де сол сөздерге сөйлем құрау болмақ. Ең алдымен біз бұл қай кезде болады деген өлеңмен танысайық. Жақсылап тыңдап отырыңдар, бірігіп оқуларыңа болады. Бұл қай кезде болады? Бұлттар төніп, жерге шөгіп, дымқыл тұман басады. Шөп сарғайып, өңі тайып, дала сұры қашады. Алма өрік, шие алша, жидек жүзім піседі. Қауын қарбыз, қияр сәбіз, дүкендерге түседі. Астық пісіп, орақ түсіп, қырман дәнге толады. Бөбектерім, айтыңдаршы, бұл қай кезде болады? Бұл өлеңімізде қай мезгіл туралы айтып тұр екен, балалар? Ойланайықшы. Жаңағы жеміс жидек пісетін көкөністер, астықтар қай кезде піседі? Ол әрине күз мезгілі екен. Мына суретте көргендегідей күз мезгілі болады екен, Ең алдымен жаңағы өлеңге тоқтала кетсек, бірінші шумағында бұлттар төніп, жерге шөгіп, дымқыл тұман басады. Осы шумағында жаңағы күзде таулардың басына тұман шөгіп тұрады, балалар. Соны дымқыл тұман басады дегенді түсіндіріп тұр. Ал келесі шумағында шөп сарғайып, өңі тайып, дала сұры қашады. Бұнда өңі тайып. Күзде жаңағы жасыл алқабымыз алтын сары түске боялып, жаңағы даланың түсі өзгереді. Осыны өңі тайып деп өлеңде айтып берген екен. Келесі шумақта алма өрік, шие алша, жидек жүзім піседі. Күз айында суретте көргендей жеміс жидектері пісіп, оны жинап жатыр. Келесінде қауын қарбыз, қияр сәбіз дүкендерге түседі. Жаңағы жинап алған астықтарын дүкендерге апарып сатады екен, осыны айтып отыр. Ал соңғы шумағында астық пісіп, орақ түсіп, қырман дәнге толады. Біз қырман деген сөздің мағынасын білеміз бе, балалар? Қырман дегеніміз жаңағы астық жинайтын алқапты айтады екен. Енді біз осы өлеңді қарап отырсақ, ішінде бірнеше жазылуын есте сақтайтын сөздер бар екен. Бұл қандай сөздер дегенде? Қияр, жидек, тұман, сұры деген сөздер бар екен. Осы сөздерді дәптерімізге жазып, есімізде сақтап алайық. Ал енді балалар, осы өлеңнің ішінен тек қана біз жеміс жидектерді атап шығайық. Қандай жемістер бар екен, Жеміс жеген сендер ұнатасыңдар ма, балалар? Алма, өрік, шие, алша, жүзім, қауын және қарбыз деген жеміс жидектер бар екен. Ал қияр мен сәбіз болса, көкөніске жатады. Солай ма, балалар? Енді олай болса, біз осы жеміс жидектерімізді орналастырып көрейік. Ең алдымен бұл не? Алма. Келесіде қандай жеміс шықты? Бұл өрік. Мынау шие, алша, жүзім.
Мен сендерге енді бір екі жемістің жұмбағын таптырам. Сендер жақсылап тыңдаңдар. Байлауда ақтап сенімді, сары қозым семірді. Ол не деп ойлайсыңдар, балалар? Байлауда қандай сары қозы жатады екен, е? Бұл қауын екен ғой. Қауын. Келесі де тағы да бір жұмбақ шештірейін сендерге. Ішіне түйме толтырып, бүйірі шықты томпиып. Ішінде қалың қара түймешіктері бар. Қандай жемістер бар екен деп ойлайсыңдар, балалар? Бұл қауын екен. Жеміс-жидекті барлығымыз жегенді ұнатамыз, және де жеміс-жидектерде дәрумендер көп болады. Енді осы жеміс-жидектердің ең алдымен түсі қандай екен көрейікші, түсі. Мен сендерден жемістердің түсі қандай деген сұрақ сұрайын, ал сендер өздерің жауап беріп отырыңдар. Алманың түсі қандай? Алманың түсі қызыл. Өріктің түсі қандай? Өріктің түсі қара. Өріктер екі түрлі болады, біз қара өрік, сары өрік деп айтып үйренгенбіз. Шиенің түсі қандай болады, балалар? Шиенің түсін білеміз ба? Шиенің түсі күрең болып келеді. Алшаның түсі қандай екен? Алшаның түсі сары. Жүзімнің түсі қандай болады? Жүзім түрлі түсті келеді. Жасыл жүзім болады, күлгін жүзім болады, және де қара жүзім болады. Ал енді қауынның түсі қандай болады? Қауынның түсі сары. Қарбыздың түсі қандай? Қарбыздың түсі жасыл. Бұнда біз жемістің түсі қандай деген сұраққа жауап бердік. Жемістердің оң түстерін атап шықтық деген сөз. Ал келесі де. Осы жемістеріміздің дәмі қандай? Дәмі. Алманың дәмі қандай? Алманың дәмі тәтті. Өріктің дәмі қандай? Өріктің дәмі тәтті. Шиенің дәмі қандай? Шиенің дәмі тәтті. Алшаның дәмі қандай екен, е? Алшаның дәмі тәтті. Жүзімнің дәмі қандай? Жүзім кейбіреуі қышқыл болады, е? Кейбіреуі тәтті болады. Қауынның дәмі қандай? Қауынның дәмі тәтті. Қарбыздың дәмі қандай? Қарбыздың дәмі тәтті болады екен. Жарайды, енді олай болса біз келесі сұраққа назар аударайық. Енді осы жемістеріміздің пішіні қандай деген сұраққа жауап берейік. Алманың пішіні қандай? Домалақ. Алманың пішіні домалақ. Өріктің пішіні қандай? Өріктің пішіні сопақша келеді, е? Шиенің пішіні қандай? Шиенің пішіні домалақ. Алшаның пішіні қандай? Алшаның пішіні домалақ. Жүзімнің пішіні қандай? Жүзімнің пішіні домалақ. Қауынның пішіні қандай? Қауынның пішіні сопақша келеді. Қарбыздың пішіні қандай? Қарбыздар кейбіреу домалақ болады, сопақ та болады. Осы кезде біз жемістердің пішіні қандай деген сұраққа жауап бердік, пішінін айтып шықтық деген сөз бір сөзбен айтқанда. Енді осы жемістеріміздің көлемімен таныс болайық. Келесі сұрағым, жемістердің көлемі қандай? Алманың көлемі қандай? Үлкен, кішкентай алмалар да болады, я? Өріктің көлемі қандай? Ұсақ. Өріктің көлемі ұсақ. Шиенің көлемі қандай? Шиенің көлемі кішкене. Алшаның көлемі қандай? Кішкене. Жүзімнің көлемі қандай? Жүзімнің көлемі
ұсақ болады, жүзімдер ұсақ-ұсақ болады, балалар? Енді қауынның көлемі қандай? Қауынның көлемі үлкен. Қарбыздың көлемі қандай? Қарбыздың көлемі үлкен болады екен. Көлемі қандай деген сұрақтарға жауап берілді. Көлемі қандай? Үлкен, кішкене және ұсақ деген жауаптар берілген екен. Ендеше осы сөздерді пайдаланып біз бірнеше сөз тіркестерін жасап көрейік. Мысал үшін қауынды алып көрсек, домалақ қауын болуға болады, домалақ қауын, сопақ қауын деген сияқты. Келесі де жасыл алма. Біз мына жерде қызыл алма деп қарағанбыз, ал алманың жасыл түсі де болады, жасыл алма. Және де дәмді шие, қышқыл жүзім, тағы басқадай сөз тіркестері болады екен. Ал өздерің осы сабаққа қарап отырып, басқадай сөз тіркестерін айтуларыңа болады. Ендеше енді мұғалімдерің сендерге сұрақтар береді. Осы сұрақтар арқылы біз сөйлем құраймыз. Бұл әрине кім, қандай, не істеді? Кім, қандай, не істеді? Осы сұрақтар арқылы, сұрақтарға жауап беру арқылы біз сөйлем құрап көрейік. Бұнда кім? Анар деп көрейік. Анар қандай? Қышқыл не істеді? Алма жеді. Бұнда анар қышқыл алма жеді деген сөйлем пайда болды. Ал бұны сұрағына қарай көрсек, кім? Анар қандай? Қышқыл не істеді? Алма жеді. Келесі мысалымызға назар аударайық. Кім? Досан қандай? Үлкен не істеді? Қарбыз алды. Досан үлкен қарбыз алды. Бұнда тек қана осы жеміс-жидектерге байланысты емес, осы сұрақтар арқылы өздерің көп мысал айтуларыңа болады. Мен сендерге бірнеше мысал айтайын, назар аударыңдар. Бұнда мысалы кім? Әжем қандай? Дәмді не істеді? Самса пісірді. Әжем дәмді самса пісірді деген сөйлем болуға болады екен, тағы да басқа. Кім? Әкем қандай? Сапалы не істеді? Етік алды. Әкем сапалы етік алды. Тағы басқа қандай сөйлем болуға болар екен? Кім? Анам қандай? Әдемі не істеді? Көйлек киді деген сияқты сөйлемдеріңді түрлендіріп, осы тапсырманы да орындауларыңа болады екен. Бізде жаңағы осы тапсырмада Анар, Досан деген екі бала туралы шығып жатты. Олай болса біз осы екі баланы орналастырайық. Бұл Анар екен. Ал бұл Досан. Бұнда мен сендерге Анар қандай бала? Анар қандай деген сұрақ берейін. Қарасақ сүйкімді қыз, енді Анардың қандай екеніне мен біраз мысал келтіріп берейін, ал сендер өздерің мұғалімге қосымша тағы да мысалдар айтып отыруларыңа, ойланып отыруларыңа болады. Анар қандай? Анар ақылды бала. Анар қандай бала екен? Анар ақылды бала екен. Анар басқа қандай болуы мүмкін? Анар момын. Басқа. Анар қандай бала болуы мүмкін? Анар қандай? Анар ақ көңіл. Басқадай. Анар қандай? Анар сыйлы. Анар қандай? Анар сұлу.
Анар қандай? Анар сөп сүйкімді екен, Анар басқада қандай болуы мүмкін? Анар көңілді болуы мүмкін екен. Анар бойшаң. Бойшаң деген жаңағы бойы ұзын балаларды айтады, Анар қандай бала? Анар бойшаң бала. Анар сыпайы. Анар қандай оқушы? Анар сыпайы оқушы. Анар қандай бала? Немесе Анар қандай оқушы? Анар озат оқушы екен. Басқа да қандай болуы мүмкін? Осы мысалға қарап отырсаңдар, мына мысалда Анардың жаңағы сырт келбетін және де мінез құлқын сипаттап тұр екен. Мысалы, мінез құлқы дегенде жаңағы момын, ақылды, ақ көңіл деген сияқты, Ал сырт келбетін сипаттайды дегенде, мысалы, бойшаң, сүйкімді, сұлу, және де сендер басқа бұл Анардың киімдерінің түсін айтуға болады. Мысалы, етігінің түсін, сумкасының түсін деген сияқты өздерің мысал келтіруге болады екен. Енді қарап отырсақ, осы бүгінгі сабағымызды қорытындылай кетсек, жаңағы қандай, қай деген сұрақтарға жауап берілетін сөздер заттардың сынын, сапасын, жаңағы түсін, дәмін, пішінін, көлемін білдіретін сөздер екен. Олай болса, біз бірнеше мысалымызды тағы да қандай, қай сұрақтары арқылы пысықтап өтсек. Жасыл жүзім. Қандай жүзім? Жасыл жүзім. Тәтті қауын. Қандай қауын? Домалақ қарбыз. Қандай қарбыз? Келесіде, мысалы, кім қандай не істеді? Анар қышқыл алма жеді. Деген сияқты қорытындылай өтейік. Енді мен сендерге үйге тапсырма берем. Біріншіде біз жаңа Анардың қандай екен сипаттап бердік, балалар? Енді өздерің дәптер қаламдарыңды алып, дәптерлеріңе Досан деген баланың қандай бала екенін сипаттап берулеріңе болады екен. Бұны мен сендерге үй тапсырмаға қалдырдым. Бұл бірінші тапсырма. Ал екінші тапсырмада жаңа ең басында айтқан бұл қай кезде болады деген өлеңдеріңді мәнерлеп оқып, және де осы өлеңді жатқа айтатын болып жаттап алыңдар. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмамыз оқулығымыздың 83-ші бетінен 86-шы бетінің аралығында осы қандай қай сұрақтарына байланысты тапсырма жаттығулар бар. Осыны мұқият орындап, бүгінгі сабағымызды пысықтап алуларыңды өтінемін. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, кішкентай бүлдіршіндер.